сабағымызды бастамас бұрын қасымыздағы жұлдызбен амандасып серпілту сәтін жасап алайық. Бәрін тұрамыз. Ең бірінші, екінші, үшінші. Келесі балалар, мына жердегі пластилиндер арқылы біз топқа бөлеміз. Қызыл топтағылар бірінші топ, сары топтағылар екінші топ, жасыл топтағылар үшінші топқа отырамыз. Кәнеге келіп пластилиндер таңдап аламыз. Оқушылар жаңа тақырыпты өтпес бұрын біз алдыңғы сабаққа тапсырмаларды орындап алайық, қайталау тапсырмаларды. Кәнеге мен сендерге дайындап келген сұрақтарға жауап беріп отырамыз. Бірінші сұрағымыз: қай шаманы айнымалы ретінде қабылдауға болады? Кәнеге кім айтады? Мерейтұр айта ғой. Айнымалы ретінде кез келген өзгеретін шамаларды айтамыз. Дұрыс. Келесі сұрағымыз: 50 көбейтілген т өрнегінің айнымалысы бар өрнек деп айтуға бола ма? Дұрыс айтасыңдар, иә? Тамаша. Енді балалар, бізде тақтада график тұр, иә? Осы графиктің нүктелері арқылы жүретін болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбының аты шығар, иә? Дұрыс айтасыздар. Бүгінгі біздің жаңадан өтетін тақырыбымыз айнымалы алгебралық өрнектер, айнымалы алгебралық өрнектердің қосындысы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты алгебралық өрнектер ұғымын меңгеру, айнымалылардың берілген рационал мәндері үшін алгебралық өрнектердің мәндерін есептеу. Және де бүгінгі біздің сабағымыздағы бағалауымыз бізде сәйгүлік бағалауы болады. Бәрінің алдыларына сәйгүлік бағалауын таратып қойдым. Бұл жерде 10 балдық жүйемен өзімізді бағалап отырамыз. Енді балалар, біз алгебралық өрнектер, айнымалылар, алгебралық қосынды бүгінгі сабағымыздың тоқтап кететін тақырыбымыздың бөліктері. Енді ең бірінші алгебралық өрнектер. Алгебралық өрнектерге мысал жазатын болсақ, x a қосылған b немесе x қосу 4 көбейтілген -2. Мына біз жазылған мысалдар алгебралық өрнектер. Алгебралық өрнектерге сонда сандар, амалдар және де жақшалар жатады екен, иә? Енді алгебралық өрнектердің ішіндегі айнымалылардың бізде мәні беруі мүмкін. Кез келген 2 қосылған y деп алатын болсақ, осы жерде y тен -3 болатын болса, біз не істейміз? Y-дің орнына мәнін алып келіп қоямыз, иә? Сонда 2 қосылған -3 тең болады. Біз егер жақшаның алдында плюс тұрған кезде жақшаның ішіндегі мәні не істейді? Өзгермейді, иә? Сонда -3 тең болады. Бізде жауабы -1 болады, иә? Сонда біз алгебралық өрнектің мәнін тауып отырмыз. Енді алгебралық өрнектер тек қана сандармен ғана білмейді, бөлшектермен де берілуі мүмкін, иә? Мысалы, кез келген 2x-3 деп алатын болсақ, осы алгебралық өрнектің мағынасы болу үшін бізде алгебралық өрнектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Не себепті? Өйткені біз санды 0-ге не істей алмаймыз? Бөле алмаймыз, иә? Сондықтан бізде мына беріп тұрған бөлшегі бізде 0-ге тең болмау керек. Оны ереже бойынша жазып кететін болсақ, x-3 тең емес неге? 0-ге. Сонда x қандай мәнді қабылдамайды деген сөз ғой. Сонда бізде x тең емес 3 плюс 3. Неге? Өйткені біз бөлшектің астына x-тің орнына плюс 3-ті апаратын болсақ, плюс 3-тен минус 3-ті алып тастасақ, бізде не шығады деген сөз? 0 шығады деген сөз. Сонда алгебралық өрнектің бөлшек ретінде берілетін болса, бізде бөлімі неге тең болмау керек екен? 0-ге тең болмау керек екен, иә? Енді бұл бізде алгебралық өрнекке тоқталып кеттік. Енді айнымалы біз кез келген тік төртбұрышты алып қарастыратын болсақ, тік төртбұрыште бізде ұзындығын a сантиметр мен
айнымалы. Бұл жерде бізде қайсы айнымалы болып тұр? А қосылған В деген, иә? Осы А қосылған В-ның мәні бізде берілетін болса, біз алгебралық өрнектің мәнін табамыз деген сөз. Сонда А бізде 3-ке, В тең болады 1 сантиметрге болса, біз мына жердегі алгебралық өрнектің мәнін таба аламыз ба? Таба аламыз, иә? А-ның орнына мәнін қою арқылы, В-ның орнына мәнін қою арқылы. Енді қойып тексеріп көрейік. Периметрі тең болады 2 көбейтілген 3 қосылған 1. Қанша болады? 8 сантиметр болады. Сонда балалар айнымалы деген бізде өзгеретін шама екен, иә? Бізде мына жерде А және де В-ның мәні беріп, бізде алгебралық өрнектің мәні өзгерді, иә? Енді алгебралық қосынды деген сөзге тоқталып кететін болсақ, алгебралық қосынды біз кез келген жаңа алгебралық өрнек жазып кеттік қой. Минус 3х қосын 4а қосу 12 болмаса 2 В. Осы алгебралық өрнектің қосындысын тап дейтін болса, біз бұларды не істейміз? Қосамыз, иә? Енді қосып жазайық. 3х қосылған 4а қосылған 12, мына жерде 2-ні алдын минус қойса, қосу минус 2В. Енді алгебралық қосынды пайда болды. Енді алгебралық қосындыны біз мәнін табу үшін таңбалармен жұмыс жасайды екенбіз, иә? Таңбалармен жұмыс жасаса, біз ең бірінші минус 3х-іміз өзі жазылады. Қосу 4а, қосу 12, қосу. Егер мына жерде таңбаны жақшаның алдында минус тұрса, біз таңбаны үшін өзгертетінбіз, иә? Таңбасын бізде қосу таңбасы тұрғандықтан, біз таңбаны өзгертпей керісінше минус 2В дейміз. Сонда алгебралық қосынды және де айнымалы алгебралық өрнек дегенді түсіндік пе, балалар? Иә. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, біз бағалауды сәйгүлікті бекер алған жоқпыз. Бүгін біз ақ үстінде ойналатын ойындар арқылы математикалық тапсырмалар орындаймыз. Ең бірінші біздің орындайтын тапсырмамыз жеке жұмыс. Жеке жұмыста біз ең бірінші көкпар ойынын ойнаймыз. Мен сендерге қолдарына серкелерді таратып берем. Осыған алгебралық бір өрнекті жазып, мына жердегі қазандыққа әкеліп орналастырамыз. Мен сендерге қолдарына серкелер берем. Осыларға алгебралық өрнек жазып шығулары керек. Ол біреу болуы мүмкін, екеу, үшеу өздерінің қалауларынша серкелерге жазып шығамыз. Балалар, тапсырма уақыты аяқталды. Дайын болсаңдар, бәріміздің тексеріп шығайық. Мери, өзіңнің жазған тапсырмаңды оқы, алгебралық өрнек жазғаныңды. 3х, 2х, 4 плюс y, 4v, 8v, 2 плюс x. 8 плюс x. Дұрыс. Екінші топтан Алихан оқи қойшы өзің тапсырмаңды. 2 көбейту с, 3 минус b, 1a, 4x, 12 минус 2. Дұрыс. Әбіш оқи қой тапсырмаңды. 2a, 26x, y, 10v, 3y, x. Енді балалар, бәріміз жазған екенбіз, бәріміз дұрыс. Енді жазған тапсырмаларында апарып қазандыққа салып қоямыз. Балалар, бүгінгі сабақты қандай құндылыққа байланысты алып отырсыз? Енді сол сәйгүлігімізді біз сабаққа қолдануымыз үшін қолмен жасап алайық. Кәнекей, бәріміз бағана сабақ барысында топқа бөліндік қой, біз 3 топқа. Сол пластилин арқылы бүгінгі сәйгүлігімізді жасап аламыз. Кәнекей, бәріміз бірге жасаймыз.
шығу арқылы келіп мына жақта берілген әр топқа берілген 3 тапсырманы орындау арқылы бізде теңге салынған жобамызға қол жеткізулерің керек. Сондықтан әрқайсыдан бір оқушы шығып 3 тапсырмаларды алып кету керек. Болды, келдісің. Үшеуін де аласың, бір топқа теңгені емес, үшеуін. 3 тапсырманы алу арқылы топпен жұмыс жасайды. Қай топ бірінші бітіріп есепті теңге салынған дорбамызға қол жеткізеді. Келген тапсырмамызды жазамыз тақтаға и жауаптарды жазамыз. Мына жерге жазамыз. Бұл есепті мен теңгелер арқылы шығарып, көбінесе теңгелер x арқылы келеді. Мен бұл теңгелерді x арқылы шешіп, алсам мен өсем, бұл жерде барлығы 25 балл алған. Дұрыс, молодец. Отыра қойыңдар. Келесі қай топтайын? Келді. Бұл меншікті жылдамдығының өрнегі А километр сағатпен берілген, ал ағыстық жылдамдығы Б километр сағатпен берілген. Мен осы алгебралық өрнектермен есепті таптым. Дұрыс. Енді Айгерім сенде берілген есепті жаз. Алгебралық қосынды құрастырып жаз. Бізде алгебралық өрнек берілген екен Айгерімде. Енді сол алгебралық өрнектер арқылы алгебралық қосынды жазып шығару керек. Бұл жерде алгебралық өрнектер Дәшетте минус берілгендіктен оны неге аламыз біз? Жақшаға аламыз. Жақшаға аламыз. Дұрыс, жарайсыңдар. Отырыңдар. Келесі үшінші топ шығамыз. Мен мұнда 2 қосылған 3A, мұндағы A тең 4 болады. 2 қосылған деп алдым, содан кейін жақшаны жаптым да 3-ті 4-ке көбейттім, себебі A тең 4 жауабы 12 шықты. Сезім сенде есебінде сұрағымды оқимыз, жауабын айтамыз. Қосылғыштардан алгебралық қосынды құрастырып жазыңдар. Бұл жақта мен минус 0,8 оны қостым, жақшаның ішіндегі минус 0,7-ға, сосын оған қостым 9 к-ны. Енді бұл жерде бізде алгебралық өрнек берілген, және де оны алгебралық қосынды жасап шығар деп тұр, я? Сонда біз оны таңбасы қосу арқылы алгебралық өрнекті қосып жаздық, я? Дұрыс, жарайсыңдар. Енді әр топ өзінің қоржындарында алып кетеміз, я? Үшінші топтікі. Үшінші топ. Әрқайсымыз теңге салған қоржынымызға аламыз, я? Бізде жаңа топтық жұмыста 6 балық жүйемен бағалағанбыз, және де өздерімізді 6 балық жүйеге дейін бағалап қоямыз. Келесі бізде өзік жұмыс бәйге. Осы жерде мен сендерге кітаптарымызды ашамыз. Кітаптағы 632 есепті өзіміз жеке жұмыс ретінде қарастырамыз. Мен сендерге сәйгүліктерді таратып берем. Осы сәйгүліктің артына өздерінің есептерін жазасыңдар, я? Қыздар, балалар. Үш топтан да шыққан қыздардың есептері дұрыс, я? Бізде есепте не берілген, не істеу керек деген? Алгебралық мәндер берілген, соларды қосу, көбейту, бөлу арқылы жазып шығу керек, не? Дұрыс.
керек екен, соны алып, сайғанымызды 2 балға жылжытып қоямыз, иә? Келесі тапсырма бізде шалма салу, сайғырықты ұста. Бізде бұл жүптық жұмыста бір-бірімізбен жүппен жұмыс жасаймыз, және де сәйкестендіреміз. 2 оқушы бірге саламыз. Алгебралық айнымалылардың мәндері берілген, сол мәндерді орнына қою арқылы біз есептің жауабын шешуіміз керек. 2 оқушы бірге шығарамыз. Сәйкестендіреміз. Уақыт аяқталды. Орнынан болсаңдар кім жауабын айтады? Әлихан қалып. Біріншісі минус 842,809. Дұрыс. Екіншісі 14. Үшіншісі 4. Соңғысы 0. Дұрыс жайсың. Тағы да кім орындады? Біріншісінде минус 842,809. Екіншісі 14. Үшіншісі 4. Төртіншісі 0. Дұрыс, жарайсың. Тағы да кім айтады? Айта қоя біш. Біріншісінің жауабы минус 842,809. Екіншісінің жауабы 14. Үшіншісінің жауабы 4. Төртіншісі де 4. Дұрыс, балалар, 3 топта оқушылардың бәрі дұрыс орындаған. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақты кері байланыс арқылы сабақты тұжырымдап кетейік. Енді мен сендерге сұрақ қоямын, сұрақтарға жауап беріп отырайын. Ең бірінші сұрағымыз алгебралық өрнектің негізгі қасиетін айт. Кім айтады алгебралық өрнекті? Мерей айта ғой, кәне. Алгебралық өрнекке сандар, жақшалар және де әріптер кіреді. Дұрыс. Сұрағымыз алгебралық өрнектің сандық өрнектен қандай айырмашылығы бар? Кім айтады? Айдың сұрағы айтады. Сандық және әріптік. Сосын сандық өрнектерде біз тек қана сандармен жұмыс жасаймыз. Алгебралық өрнекте бізге айнымалылар болады және де жақшалар, амалдар болады. Дұрыс. Сабақтың басында бәйгі бағалауларды 10 баллық жүйе. Осы 10 баллық жүйеде біз өзімізді қалай бағаладық сонда тексеріп жіберейік, иә? Біз 4 балл айтып болсақ, жұмысымыз керек әлі, сабаққа әрі қарсы алмай жеті балл болса, бізде жақсы. Түсініп жатырмыз деген сөз, иә? Енді бізде 10 балл алған балалар жарайсыңдар. Кәнекей, балдарымыз көрсетейік. Қанша балл алды? 8, 9, 10, 9. Бәрін жақсы балл алған екеуміз, иә? Сабақ сонымен түсінікті ма бізге? Жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар, үйге тапсырма 638 есептеуге шығарып береміз.